Жұманың таңы. Ұйқысынан шала оянған Бектасты ас үйде майға пісіп жатқан шелпектің иісі мұрнын жарып, есін жиғызды. Сәғираш кемпір бүгін азанмен ерте тұрып, ортайып қалған қаптан ұнды молынан салып, 7 күлше пісіруге кірісіп кеткенді. Шешесінің бұл ісі кеше дастархан басында өмірден өткен шалына іштей Құран бағыштап отырғаннан ақ белгілі болған. Бөлмесінен сүйретіліп шыққан Бектас қайта-қайта есінеп, бауырсақтың иісіне тойғандай шешесінің қасына барды. «Қабыл болсын, әкемді көрдіңіз бе? Кеше есіңізге алып отыр едіңіз», деді жымия күліп. «Дұғам жеткен ау, түнде келді ғой», деді шелпегінің екінші бетін майға аудара. Сағынған шығар», деп қалжың әзілмен одан сайын сөйлетіп жатыр. Бірақ Сәғираштың әзіл көтеретіндей көңіл күйі жоқ еді. Баласының бұл сөзіне ашуланып, «Ұйқыңды ашып болсаң, қорадағы сиырларды шығарып, бұзауларға шөп сал», деді зекіп сөйлеп. Сәғираштың шалы Олжабайдың өмірден өткеніне биыл 4-ші жыл. Содан бері 2 айда бір Құран оқытып, әр жұмада 7 шелпек таратуды әдетке айналдырған. Кейде шай үстінде әңгімесі қызып, баяғы жастық дәуренін кеңінен айтып, күйеуін қалай жолықтырғанын баяндап, өзі риза болып отырады. Негізінде бұл Олжабайға теген екінші әйелі. Бірінші жары қатты науқастан ерте қайтыс болған. Жеңгелерінің таныстыруымен осы Сәғирашқа үйленіп, ұрпағын жалғастырған. Үйге кім келсе де шалын мақтап, оның облысқа танымал күрішші болғанын, сонымен қатар бұл дүниедегі бар жақсылықтарын жіпке тізгендей айтып отырады. Арасында көңілі босап, иегі кемсеңдеп, сөзінің соңында «Олжабайым жанымда болғанда, бәлкім көңілім кең болып отырар едім», деп көзінің жасын сығып, әңгімесін аяқтайды. Оны тыңдап отырғандар, «Әу шешей, мұныңыз не? Қой, жыламаңыз», деп жұбатып қояды. Сөйтіп кәрі кемпір шалына деген сағынышын білдіріп алатын. Даланың суығына шыдамай, сиырларды асық сайдап, Бектас та қызарып үйге қайта кіріп келді. Бағанағы ұйқысын аша алмай отырғандағы кейпінен өзгерген, дереу үстіндегі көп әйкісін шешпестен пештің түбіне отыра кетті. «Күн кешегіден суық қой апа», деді екі қолын бір-біріне үйкеп. Шал кеткелі кемпірге қарап, бар жағдайын жасап отырған осы кенже ұлы. Әлі үйленбеген. Қыз жоқ деген сылтауды сұрағандарға жалау етіп жүр. Мұның алдындағы 3 ағасы әкелері барда үйленіп, балалы шағалы болып алған. Қалаға жұмысқа кеткен, жұмыс басты болып кеткендігі соншалық, шешелеріне келіп жағдайын сұрау 2-3 айда ғана болып тұрады. Әйтеуір жұмыс жібермейді. Бірақ алған айлықтарын ай сайын салып, керегін қаладан салып жіберіп, көңілін бірлеп қояды. Бойын жылытқан Бектас жуынып шайынып дастарханға жайғаса кетті. Есейсе де ара-тұра шешесіне еркелейтін әдетін әлі қоймаған. «Апау, түнімен аяғым сырқырап шықты. Әлгі қойдың майынан жайрақ сылап беріңізші», деді еркелей. Күнде жақсы сөйлеп, ұлын айналып толғанып отыратын Сәғираш бүгін ондай жылылық көрсетпе. «Аяғыңа қалыңшылық киіп жүрмейсің бе? Далаға жеңіл сүйретпемен шыға саласың. Соның бәрін үйретуім керекпін бе?» деді азанға шуына әлі мініп. Ол да шешесінің бұл мінезіне таң қалып түсінбей отырды. Жылы шелпекті 2 бөліп аузына салды да, «Апа, бәрі дұрыс па? Азанмен қабағыңыз ашылмай қойды ғой тегі. Әлде түсіңізде әкем қарамай қойды ма?» деді қылжақтап. Қолындағы шайын үрлеп, бір ұрттады да, иегі кемсеңдеп сала берді. Көзінің жасын орамалының ұшымен сүртіп, ішіндегісін шығарды. «Олжабайым бүгін жақынырақ келді. Жүзі әппақ, жас кезіндегіден де сұлу болып кеткен. Мен қолымды созайын десем, ол қашқақтайды. Содан өңі бозарып артына қарай береді. Мен бұл шалға не боп қалған деп артына қарасам, бірінші әйелі жамал тұр екен. Сөйтсем, одан бата алмай тұр екен ғой жарықтық. Мен тастап кетіп қалды», деп жылап жіберді. Бағанадан бері сөзін ұйып тыңдап отырған Бектас
бірдеңе ұққандай күліп жіберді. Ой апа, таңнан бері шекеңіздің неге тырысып жүргенін енді түсіндім. Ашуға булығып жүргеніңіз кеткен шалыңызды қызғанып жүр екенсіз ғой. Сіз де қатырасыз. Қойыңыз, мұныңыз не? Ана көрші кемпірлер естімесін. Әсіресе мұнар ақсақал шалыңызбен кездесіп жүргеніңізді білсе, ол да қызғанып қалар. Оның да кемпір жоқ емес пе? Деп шешесін жұбатқандай әзілдеп жатыр. Сағирашта жеңілдеді ме, бағанағыдай емес, жай дауыспен: сен де шешеңе осындайда демеу болайын демейсің, әйтеуір мені келемеждеуге емессің. Шайыңды ішіп болсаң, бар даланың жұмысын істе деп артынан күрсініп жібіп сала берді. Содан бері ол Олжабайын қанша қызғанып, ренжісе де артынан Құран оқытып, күлшесін таратуын тоқтатқан жоқ. Шалын қызғанған кемпір. Ерсін Сәдеұлы. Осымен, құрметті тыңдарман, бүгінгі шығарылым соңына жетті. Сізге осы әңгіме ұнады деген ойдамын. Келесі әңгімені жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, қолдау ретінде пікір білдіріп, үліпіл жаза кетіңіз. Сіздермен бірге болған Динара Мейрамқызы. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.